Жеміс ағаштарында құрылымы қалыптастырылмаған, пішіндірілмеген ағаштарды қалай кесу керек, сол туралы аз ғана мәлімет бере кетейік. Әдетте осылай өскен болады. Бір рет кесілген, одан кейін күтім жасалмай қалған, осылай көптеген бұтақтар жоғары қарай өсіп кеткен. Ол жағдайда қалай жасаймыз? Егерде қалай кесуді білмесеңіздер, түсініксіз болса, енді қалай жасау түсініксіз болса, ең бірінші болып бұл жерде жасайтын нәрсе мынау сияқты ішке қараған бұтақтарды алып шығамыз. Олар үлкен болсын, кіші болсын маңызды емес, тек қана ішке қараған бұтақтарды алып шығамыз. Мына жерде мына бұтақ міне ішке қарай өсіп тұр. Мына жерде бір бұтақ мына жерде ішке қарай өсіп тұр. Мына жерде мынау да ішке қарай өсіп тұр. Мынадан да біреуін алып тастаймыз. Мына жерде енді негізгі қалдырылған бұтақ мынау дұрыс дамымаған, сондықтан мынаны қалдырамыз да екіншісін алып тастаймыз. Егерде мынау дұрыс дамығанда ішкісін алып тастаушы едік. Біреуден қалдырып шығамыз, былай айтқанда. Мына жерде де сол. Біреуін аламыз. Мынадан да міне алып тастаймыз. Былай қарағанда енді сиреді. Одан ары қарай енді мына төменгі ярустың бұтақтарын таңдаймыз. Бұл жерде енді 4 бұтақ болса болады, кемінде 5-6-ға дейін апара берсе болады. Қараймыз, қайсы бұтақтар оған сай келеді. Мына бір бұтақ оған келеді. Мына бір бұтақ келеді. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, мына жерде 5. 5-ін қалдырсақ болады. Енді не істейміз? Осы бұтақтарды биіктігін мына жерден ұшынан 3/1 бөлігі, мына 1 жылдық өскеннің 3/1 бөлігін алып тастаймыз. 3/1 бөлігі дегеніміз енді 60 сантиметр өссе бір жазда, шамамен 20 сантиметр жерін алып тастаймыз. Сыртқа қараған бүршікке қарай кесеміз. Биіктігін кестік, одан кейін қалған бүкіл сол қалдырған төменгі ярустың бұтақтарының бәрін сол деңгейге келтіреміз. Мынаны да шамамен сол деңгейге кесеміз. Енді ең орташа есеппен алғанда соны біреуін 3/1-ге кесіп аламыз да, қалғандарын сол биіктікке бірдей биіктікке келтіреміз. Барлығын 3/1-ін алмаймыз. Егер мынаның 3/1-ін, ананың 3/1-ін алатын болсақ, біреуі биік, біреуі төмен болып қалуы мүмкін да. Сондықтан да орташа біреуін таңдап алып, соның 3/1-ін кесіп, сол биіктікке қалғандардың бәрін кесіп шығамыз. Мынау енді 3/1 емес, 4/1 кесілуі мүмкін мынаның. Мына жерде 3/1 кесілуі мүмкін. Сол сияқты әрқайсысын ұштарын кесіп шығамыз. Мынаны қалдырдық, мына жерде мынаны қалдырамыз. Міне. Енді осылардың бәсекелестерін алып шығамыз. Мына жерде бірінші тұрған бұтақ міне. Мынаның жанында міне мықты өсуші бұтақ бар. Оны толық аламыз, немесе әлсіретіп қоямыз төменге қарай. Міне. Мына тұрғанында биіктігін біраз бәсеңдетеміз міне. Маған бағыныштылық заңдылығын орындаймыз. Мынау жетекші, осы жетекшіге мыналар бағынышты болады. Одан төмен тұрады. Мыналардың біреу қысқа, біреу ұзын, ол маңызды емес. Мынаны да солай өсу күшіне қарай. Егер қатты өскен болса, қысқарақ алып кесеміз, оны әлсірету үшін. Орташа өскен болса, аз ғана ұшын алып қоямыз. Келесі бұтақта да сол. Мынаның ұшын кестік. Қалғандарын мыналардың биіктігін бәсеңдетеміз. Біреуі, екіншісі міне. Мынандай әлсіз өскенде бұларда тиіспесек те болады. Бұлардың ұшы міне гүлдік бүршікпен аяқталып тұр. Мынау сияқты қысқаларын, оларды ұштарын шыртпаймыз, олардың тұра береді сол күйі. Екеуімен жұмыс жасадық. Үшіншісі мына жерде. Үшіншісі мына бұтаққа жақын тұр, бірақ та бізде әрқашан мынаны былай байлап тарту әдісі іске асырамыз. Ұмытпаймыз сол әдісті. Сондықтан да мынаның мынау бәсекелесі болып тұр. Негізі мынаны егерде байлап жүретін мүмкіндік жоқ болса, мынаған бағытын бұрай салсақ та болады. Сол кезде мынау өзі былай қарай дайын тұр міне. Бірақ та енді мынау әлсіз болғандықтан, мынау сияқты күшке ие емес, сондықтан бұны алып тастаймын. Мен былай тартып байлаймын, сол кезде қараңыздар, мына ашық жерді бұл жабады. Соған қарай бағытын бұрамыз, енді қалғандарын бәрін соған бағынышты етеміз. Мынаны төмен жасаймыз, мынаны да соған бағынышты етеміз. Мына ұшында гүлдің бүршігі жоқ, оны да қырқамыз. Міне. Мынаныкі гүлдің бүршігі, бұған тиіспейміз.
Екеуімен жұмыс жасадық. Үшіншісінде де дәл солай. Төменге орналасқан бұтағын қырқамыз. Мынаны да ұшын қырқамыз. Мынаны соған күшті өсуші бойын әлсіретеміз, төмендетеміз. Егер де жуандығы мынаумен бірдей болып бара жатса, ол кезде алып тастаймыз, мынау сияқты. Қатты өсушісін алып тастаймыз. Енді мына жерде бір бұтақ. Бұл бұтақты да былай қарай майыстырып, мына ашық жерді жабу керек. Сондықтан мына жанында өскен бәсекелесін алып тастаймыз. Мынаны былай майыстырамыз. Мына жерге қадаймыз да, содан кейін осыны былай майыстырған кезде әдемі мына ағаштың формасы шығады. Мынау жетекші міне. Оның да мына төменгі жағындағыларын қысқартамыз. Бұл өз орнында тұр. Сондықтан да бұл бұтақты ешқайда майыстырмаймыз. Ал енді мына ортада өсіп тұрған мынандай бұтақ бар. Мынаның екі ортасында тұр, мынаның үстінде тұр. Бұл бұтақты немесе толығымен алып тастауымыз керек, немесе бұның да күшін былай бәсеңдетіп қоюымыз керек. Не үшін бұның күшін бәсеңдетіп толық алмаймын? Мына жерде гүлдік бүршіктері бар. Жеміс бере берсін, тұрсын. Кейінірек кедергі жасап жатса, бұны алып тастауға болады. Міне. Мына тұрған кішкентай бұтақты да сол жеміс бергенге мына қысқа қайырып қалдырып қойсақ болады. Осындай. Міне төменгі 4-5 бұтақты таңдап алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бұтақ. Артық болмайды. Бола берсін. 4-еуден бастап 6-ға дейін бола береді. Енді одан ары қарай не істейміз? Мына жоғары жағында мына жерде 3 бірдей бұтақ өсіп тұр. Бұлардың бәрін бұлай қалдырып қоюға болмайды. Әрқайсысы бұлардың күшті өсім береді. Келесі жылы осы жазда бұлардың әрқайсысы жақсы өсім берген кезде бұның ағаштың жоғарғы жағы былай толысып кетеді. Сол жағдай болмау үшін мынаны алып тастаймыз. Бұл жерде мықты өсуші бір ғана бұтақ болу керек. Міне, өсу күші екеуі бірдей. Екеуін қалдыруға болмайды, үшеуін қалдыруға болмайды. Ал мынау мен мынаны салыстырсақ, мынау мынадан бәсең тұр. Олар қала береді. Мына екіншісінде алып тастаймыз. Мынау мен өсім бірдей болған. Одан жуандап бар жатыр тіпті. Алып тастаймыз. Енді мынаның биіктігін қысқартып қоямыз. Болды. Ағаштың кесу жұмысы осылай. Ол үлкен ағаш болсын, кіші ағаш болсын, бәрінде осы жұмыс. Мен негізі ағаштарды кескен кезде оның негізін түсіндіргім келеді. Негізін түсінген кезде ол адамға жұмыс істеу оңай болады. Ол үлкен болсын, кіші болсын, кесілген болсын, кесілмеген болсын. Біз қандай болып кескеннен кейін нәтиже қандай болуын білуіміз керек. Сол кезде кез келген ағашты кесу оңай болады. Мынау үлкен ағаш болғанда да, мынау 10 жылдық ағаш болғанда да дәл осы қалыпта тұру керек. Міне. Сондықтан да қандай ағашты кессе де осы принципті ұсталып кескен кезде біз өзіміздің мақсатымызға жетеміз. Ал енді мынау сияқты ағашты қалай кесеміз? Мына жерде ерекшеленіп тұрған бір бұтағы жоқ. Мына жерде 20-дан аса бұтақ бар. Олардың бәрінің өсу күші бірдей, және де мына жоғарғы жағында мықты өсуші 3-4 бұтақ бар. Бұндай ағашты қалай кесеміз десеңіздер, ең алдымен мына өте күшті өсуші жоғары жақта орналасқан бұтақтарын алып тастауымыз керек. Біреуін ғана қалдырамыз. Мынау бізге ыңғайлы, қалғандарын алып тастаймыз. Өйткені мына күшті өсуші бұтақтар тараған жерден бастап ярус басталады. Егер мынаны алмасақ, мыналарға күш берілмейді. Сондықтан да мына өте қатты өсуші, күшті өзіне тартып кететін бұтақтардың бәрін алып тастаймыз. Мынаны да алып тастаймыз. Одан кейін барып, ана төменгі бұтақтардың ішінен біз жан-жаққа тараған бірінші ярустың бұтағын таңдаймыз. Әйтпегенде бұл кесуден пайда жоқ. Мынаны алып тастадық, мына біреуін ғана қалдырдық. Оның биіктігін қысқартып қойсақ болады. Онда бір 3-тен бірін алып тастап, одан кейін мына жан-жаққа қараған бұтақтардан енді біз таңдай бастаймыз. Біреуін таңдаймыз. Біреу, екеу. Мынау төменге қатты майысып кеткен, бұл ярус бұтағы бола алмайды. Бұлар енді жеміс беруі мүмкін. Қатты төмен орналасқанын алып тастаймыз. Төменгі мына діңгек
бұтақтың аяқталған жері мына жер 60 сантиметр, кемінде 50-60 сантиметр болу керек. Соған дейін мынандай бұтақтар болса, оның бәрін алып тастаймыз. Одан кейін мына бұтақтарды таңдауды жалғастырамыз. Біреу, екеу. Мынауды жеміс беруге қалдырамыз. Бұл бәсең өсуші. Ал енді мына екеу бұтақтың ішінен біреуін таңдау жасаймыз. Әзірге мынаны да қалдыра тұрамыз. Қайсысы ыңғайлырек, қазір кішкенеден кейін көреміз. Одан кейін мына бұтақтар өте бір-біріне жақын болып тұр. Мынаны алып тастаймыз. Мына бұтақтардың ішінен біреуін таңдаймыз. Немесе мынау болуы мүмкін, немесе мынау болуы мүмкін. Міне. Одан кейін одан жоғары орналасқан бұтақты күшін әлсіретеміз, қысқартамыз. Сонымен санайтын болсақ, бұл жерде қанша бұтақ болды екен? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бес. Мынаны қосқанда 6 бұтақтай бұл жерде жан-жаққа тарап тұр. Енді 20 бұтақтың ішінен 6 бұтақ қалдырсақ, негізі дұрыс ол, одан көбін алып тастауға ол да болмайды. Мына 2 бұтақтың ішінен енді біреуін таңдаймыз, үстіңгісін алып тастап, астыңғысын қалдырсақ болады. Мына жерден де мына бұтақты қалдырсақ, оған жақын өскен мына бұтақты алып тастаймыз. Аны алып тастаймыз. Одан кейін мынау қала тұрсын әзірге. Оның да ұзындығын қысқартып қойсақ болады бұлай. Одан кейін мына бұтақ, оның астында бұтақ. Мынаны жеміс бергенге қысқартып қалдырып қоя тұрсақ болады. Одан кейін мынандай әлсіз бұтақтар, оларды да қысқартамыз, жеміске қалдырамыз. Мынаны да жеміске қалдырамыз. Мынау да әлсіз бұтақ, оны да жеміске қалдырамыз. Сол кезде мына таңдалған бұтақтар былай қарасақ, ұштары көтеріліп, ерекшеленіп тұр. Мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. 6 бұтақ жеткілікті. Артығымен келесі жыл тағы да көреміз. Осылардың ішінен ерекшеленіп жатқан болса, бір 4-5-еуін қалдыруымыз мүмкін. Бұлай 6-ауын да қалдырса болады негіз. Осындай бейнеге келтіреміз. Оның жанында тұрған мынау ағашты да дәл солай жасадық. Бұл жерде де 20 шақты өте майда өсу күші бірдей өте көп бұтақтар таралып кеткен. Оның ішінен де бір 6-аудай таңдап қойдық. Одан кейін келесі жыл көреміз. Қайсысы жақсы өседі, сол жақсы өскендерін қалдырып, тағы да азайтсақ болады. Сан жерде 6-аудан да көп болуы мүмкін, 7-еудей болуы мүмкін. Бұнда да дәл солай. Дәл осылай жеміс ағашының пішінін қалыптастырамыз. Ол таңдалған бұтақтардан жоғарыда өсіп жатқан мынандай бұтақтар болса, оларды өте қатты қысқартамыз, немесе мынандай қысқа қылып қоямыз, кішкене ұзындау қылып қоюымыз мүмкін. Ең бастысы мыналардан асып кетпеу керек. Әлсізі болса ұзындау алсақ болады, қатты өсушісі болса мынау сияқты қатты қысқартып қойсақ болады. Мынау жетекшінің жанындағы бәсекелестерін түбінен алып тастаймыз. Енді қатты кәрі ағаштар болса, енді 20 жылдық деген сияқты. Олар туралы мен ештеңе айтқым келмейді. Өйткені ол басынан кесілмеген, мүлде тәрбиеленбеген ағашты, оларды кесуден аса бір пайда жоқ. Ол жер оны ретке келтіру пайдасыз. Басынан реттелмеген болса, енді бала тәрбиесі сияқты ғой, өзімізде бәріміз бала тәрбиелеп отырмыз. Егер де балаңды 1 жасынан 2 жасынан тәрбиелемесең, 30-ға келген кезде мынаны не істеймін дегеннен пайда жоқ. Сол сияқты да, 10 жыл, 20 жыл кесілмеген ағашты енді қалай кесем деген ол пайдасыз нәрсе. Бастапқы 3-4 жасқа дейін бұлар кесілу керек, осы пішін берілу керек. Одан кейін сол қалыпты ұстап тұрамыз тек қана болған. Одан кейін пішін берілмейді, кәрі ағашқа олай тәрбие берілмейді. Пішін беру ол тәрбиелеу ғой, бір қалыпқа келтіру. Мыналар тұрақты өмір бойы қалып қалатын. Тұрақты бұтақтар мынау қаңқасы. Осы ағаштың өмір бойына қалып қалады. Бір ауру тиіп, бірдеңе болып жатпаса, осылар қалады. Ортаңғы діңгек. Егер де мынау қатты биігінен өсіп кетіп жатса, оны кесуге болады. Мынандай бәсеңдетеміз. Немесе мына жерден бәсеңдетіп, ағаштың есін сыртқа қарай жаюға болады. Сол ғана өзгеріс болуы мүмкін. Әйтпесе ол ағаш қанша жылдық болса да, осы қалыптан жаздырмаймыз біз. Осы 2-3 жылдық кезінде пішін береміз. Мынау енді шамамен 3 жыл, 4 жыл деп айтса да болады. Діңгек жуан.
осы қалыпта болды, осы қалыпта біз ары қарай осыны поддерживать етіп отырамыз, былай айтқанда. Енді бүгінге айтпағым осы. Сау саламатта болыңыздар. Пайдалы болған болса арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар.